Сайын Мұратбеков, Жабайы алма әңгіменің жалғасы. Жексенбі күні ертеңгісін бір топ бала Санат, Петька, Отто, Әбілтай және де ортамызда бірден сәл ересектеу фрицы бар. Ескі клубтың іргесіне жиналып ап, садақ жасауға кіріскенбіз. Бұл биыл қыстағы біраздан бері қызыға ойнайтын ойынымыз боп жүр. Қайыңнан, ырғайдан, талдан садақ еміз. Оған қамыстан жебе дайындап, ұшына қаңылтырдан жасалған үшкір оқ кигіземіз. Садақты кере тартып атқан кезінде ауылдың бір шетінен екінші шетіне дейін жетеді және тиген затын тесіп кетеді. Клубтың қалың тақта есігін атқан кезінде кірш етіп қадала түседі. Міне, осы садағымызбен сауысқан қарға құзғын атамыз. Өйткені биыл қыс қарға құзғын, сауысқан дегендер мүлде көбейіп кетті, жыртылып айырылады. Ауыл төңірегіндегі арам өлген, қасқыр тартқан малдардың өлекселерін жайлаған қарға құзғындар ертеден кешке дейін дар-дар етісіп, есіріктеніп азан-қазан шуылдасады да жатады. Ал онсыз да ыңыршықтары шығып, титықтап жүрген өгіздер мен жауыр аттардың қыр арқаларына қонақтап ап, жануарлардың жараларының қанын сорғалата шоқып, ес таптырмай шықылықтайтын сауысқандар мүлде басынып алған. Шақ-шақ етіп шақылдағандары байдалы шалдан бір кем емес. Садақа еуге ағашты әркім өз табады, ал жебеге колхоздың мал қорасының төбесін жапқан қамыстан ұрлаймыз. Қаңылтырды фрицы тауып әкеледі және оны өзі әдемілеп үшкілдеп құйып, ұшын үп-үшкір бізді етіп соғады. Қолы майысып шеберақ жасап берген әр оғы үшін фрицыға бір құрт немесе басқадай тамақ төлейміз. Мәселен біз Санат, Әбілтай үшеуміз үйімізден ұрлап-жырлап құрт ірімшіп әкеп отырамыз да, Петька отқа көміп пісірілген картоп әкеп отыр. Ал Оттоның сыртын отқа қақтаған жарты жүгерісі бар. Осының бәрін дорбасына салып алған фрицы жан тәнін салып бізге оқ соғып отыр. Әрқайсымыз 2-ден 3-ден оқ соққызып мәз-мейрамбыз. Пірсіп-оу, ей пірсіп, жер жұтқыр, қайда жоғалып кеттің? Деген дауыстан фрицыдан бастап бәрімізде сел-сел кете қалдық. Бұл байдалы шалдың кемпірі Үпияның даусы. Ойбай, мені іздеп жатыр, деді фрицы жасап отырған оғын тездете тоқылдатып. Әй, пірсіп, түлеуің құрғыр, қайда жүрсің? Апа, мен мұндамын. Ош елкең үзілгір, анау малдарды суғар. Қазір, апа, қазір. Фрицы соңғы жасаған оғын Әбілтайдың жебесіне кигізіп берді де, қаңылтырың орап кетуге жиналды. Қалғанын қазір малдарды суғарып келген соң жасаймын, деді. Фрицы жетім бала, шешесі өткен күзде пішенде жылан шағып өлді. Содан бері фрицы әркімнің есігінде күн көреді. Соңғы кездері байдалы шалдың үйінің малын қарап, сол үйге қол бала боп жүр. Қолы қалт етсе, біздерге кеп, бір жағы ойнайды, бір жағы бірдеңе жасап, тамағын асырайды. Өзі бізден бірер жас үлкен, ұзын бойлы, өңі боп-боз, иімеген арық, тарамыстанып алып, қолынан келмейтіні жоқ. Әрқайсымыздың 2-ден 3-ден оқ және әр оғымыздың батырлар жырындағыдай аты бар. Сұр жебе, көк жебе, сойқан жебе, қатер жебе деп түрлеп атаймыз. Сауысқан қарға атпас бұрын әуелі нысана көздеп, жаттығып алмақ болып, клубтың есігіне қарай күйемен Гитлердің суретін салып, соны көзеп атып ойнауға кіріскенбіз. Клубтың арт жағынан тор жорғасымен ентелеп байдалы шал шыға келгенде апыр-топыр қаша жөнелдік. Ода атын тебініп қап, «О, иттің күшіктері, не істеп жүрсіңдер?» деп ақыра ұмтылған. Қуып жетіп, әрқайсымызды қамшымен бір-бір салып өтетін шығар деп ойлағанбыз. Жо, олай болмады. Ұзаңқырап барып, кейін бұрылсақ, байдалы шал атының басын тартып, еңкейе түсіп, клубтың есігіндегі әлгінде біз салған Гитлердің суретіне қарап тұр екен. Әй күшіктер,
мыналарың кім? Деді қамшысының сабымен суретті нұсқап. Гитлер, дедік біз бір ауыздан. Соны атып жүрсіңдер ме? Иә, онда оларың дұрыс екен. Ал өздерің неге қашасыңдар? Шынында да, неге қаштық? Бұрын балалар байдалы шалдың соңынан қалмай, аталап оған бірдеңе деп сөйлесіп қалуға құштар ек. Басқа үлкендерге қарағанда оны біртүрлі жақын тартып үйірсектеп, еркелегіміз кеп тұратынбыз. Өзі де бізбен әзілдеп қоятын. Әй, осы күнгінің балаларын қойшы, деп ернін шүйіргеннің өзінде бізді кемсітіп жерлеуден гөрі қайта намысымызға тиіп, қайрап тұрғандай көрінетін. Байдалы шал бригадир болғаннан бері сол өзара үйірсектік біртіндеп суып, қайта керісінше арамыз алшақтап кеткен. Бүгінде балалар байдалы шалды көрсек, өзімізден өзіміз қаша жөнелеміз. Ал ол өзі бізді көрген жерде атын тебініп қап, қамшысын үйіріп ақырып қуып береді. Біздің жазығымыз не? Неліктен қашамыз? Ал ол бізді не үшін қуады? Оны біз де білмейміз. Байдалы шалдың өзі де білмейтін болар. Әйтеуір, біз қаша жөнелеміз. Ол қуып береді. Қазірде ол клубтың арт жағынан оқыстан шыға келгенде біз топырлап қаша жөнелдік. Ал ол ақыра ұмтылып, қамшысын үйіріп қумақ болды. Енді міне, біздің неліктен қаша жөнелгенімізге ол түсінбей тұрда. Одан неліктен қашқанымызды білмей біз тұрмыз. Бері, жақын келіңдер, деді ол сая бір үнмен. Неге қорқасыңдар? Темеймін, бері келіңдер. Біз өзімізді көтеретін, бірақ ат омбылап жүре алмайтын қатқақ қардың үстіне шығып алғанбыз. Енді оған қуса да ұстатпайтынымызды білеміз. Сондықтан тайсақтамай, оның әр қимылын қалт жіберместен қадағалап қарап тұрмыз. Әй, қорықпаңдар дедім ғой, қане, қайсың хатты жақсы оқисың? Мен бір қағаз оқытып алайын деп едім, деді ақыры өзінің бізге ісі түсіп тұрғанын білдіріп. Біз балалар ішіміздегі хатты ең жақсы оқитынымыз деп атын атамасақ та санатқа қарағанбыз. Ол әлгінде қаша жөнелгенімізде жерге түсіп қалған бір оғының торы жорғаның тағалы тұяғының астында быт-шыт боп сынғанын көріп түршігіп тұрған. Мен үйге қайтам, мал суғаруым керек, деді күңкілдеп. Әне, біздің үйдегі апаларың бауырсақ пісіріп жатыр. Қағаз оқып бергеніне бір қалта бауырсақ бергізем, деді байдалы шал үй жағын нұсқап. Мұржасынан түтіні будақтап тұр екен. Біздің мұрнымызға майға піскен ыстық бауырсақтың иісі жеткендей болды. Ата, мен оқиыншы, деді Әбілтай жұлып алғандай жұлқына тілек білдіріп. Байдалы шал оның сөзін естімегендей санатқа қарайлаған. Жоқ, мен үйге қайтам, мал суғаруым керек, деді санат кейін қарай бұрылып. Жүр онда, сен оқып бер, деді байдалы шал енді амалсыз Әбілтайға қарап. Бауырсаққа бір тоясың. Қуанып кеткен Әбілтай байдалы шалдың соңынан ілесе түсіп барып, қалған үшеумізге жалт бұрылды да тастап кете алмай, ата, мына балаларда жүрсінші, деді өтініп. Мейілдері, жүрсе жүрсін. Байдалы шал торы жорғасымен алға түсіп, біз 4 бала садақтарымызды мойнымызға асынып, оның соңынан ілесіп, шалдың үйіне қарай жүрдік. Бауырсақ бермек түгілі, өзімізді сабап жібермесе не қылсын, деді Отто сыбырлап. Сабап жындыма, біздің еш жазығымыз жоқ қой, деді Петька. Сабамайтын шығар, солай ма Қанат, деді Әбілтайда қорқақтан қырап. Кім білсін, деймін мен, иығымды қиқаң еткізіп. Шынында да, кім білсін, соңғы кезде байдалы шалдың мінезін адам түсінетіндей болып жүрме. Есігінің алдына жетіп, байдалы шал атынан түскен кезде отын бұтап жүрген біз танымайтын бір бейтаныс адам. Ассалаумағалейкум, баяға, деп қарсы алған. Әлейкум сәлем. Әй, Тұржанбысың? Иә. Қайдан жүрсің? Ауылдан. Сіздерді сағынып кеттім де, амандықтарыңызды біліп қайтайын деп келдім. Жөн екен оның. Қонақ боп кеп, отын бұтап жүргенің қалай енді? Ой, баяға, сіздің үйдің отынын бұтамағанда,
Кімнің отынын бұтаймын, өзімсініп жүргенім ғой, деп мәз бола күлді Нұржан. Бұл кішірек көзі жылт-жылт еткен адамға тура қараған кезде қос танауы таңқиып тұратын, ұртының үстінен жалбырап тұрған сұйық шалғы мұрты бар, ұзын бойлы, қайыстай қатқан қара кісі еді. Алдыңғы тістері жоқ екен, сөйлеген, күлген кездерінде кішкентай бет әлпетінің қақ жарымын алып тұрған, дүртік ерінді жайын аузы ұрадай боп үңірейіп, көмейіне дейін қара қошқылданып түгел көрінеді. «Иә, үй ішің аман ба? Келінің халі жақсы ма?» деген байдалы шал амандық сұрай тұрып. «Аман ғой, оларды итши ме?» деп Тұржан ұрадай аузын ашып тағы күлді. Жағыну үшін болу керек. Сөзінің соңын деп дарақы күлкімен аяқтайды екен. Әйтеуір, қалай болған күнде де бір суқансыз адам екені бірден көрініп тұрды. «Осы сенің балаңның аты кім еді?» «Сапыбек қой». «Иә, ол қазір қай класта?» «Соғыс басталар жылы 3-шіні бітірген. Онан кейін оқымай қойды ғой күшік. Жалғыз ұл болған соң тым ерке. Хат тануы қалай өзінің?» «Бұлай таниды ғой енді, оқи алады. Хат тануы дұрыс болса, соны менің қолыма берші. Өзім тәрбиелейін. Әйтпесе осында әр боқмұрынға шалынып ит болдым», деді біздерге қарап қойып. «Баяғау, сіз тәрбиелесеңіз, одан артық оның Құдайдан не тілегені болсын. Жүр, үйге кір, оны сөйлесе жатармыз», деген байдалы шал енді Әбілтайға бұрылды да: «Сен жүр, ал мыналар осы арада күте тұрсын», деді де жаңағы Тұржан үшеуі үйге кіріп кетті. Біз, Петька, Отто үшеуміз үй іргесінде қала бердік. Бригадир болғаннан бері байдалы шалдың үйі біздің ауылдағы қыдыр қонған үй болып саналады. Құт береке, молшылық бүкіл ауылда тек осы үйде ғана бар. Іші де, сырты да майлы. Қасынан өтсең, ығына тұрып ап, тамақтың тәтті иісін иіскеп, кеткің келмей, көзіңді салып еріксіз телміре қарайсың. Есігінің алдында тау-тау боп үйілген ағаш отын, атқарушы Ысқақ шал мен фрица екеуі кезек-кезек сол отынды шетінен бұтаумен болады. Бұталған отын күндіз-түн жағылды да жатады. Қазан-ошақ дегендер бір босамайтын сияқты. Ылғи ет асылып, бауырсақ пісіріліп, шай қойылып, ертеден қара кешке дейін дастархан бір жиылмайтын тәрізді. Таңның атуынан күннің батуына дейін бар тіршіліктері осы үйге ғана байланып қалған 3-4 қатын, бірі су әкеліп, бірі от жағып, бірі тамақ пісіріп, салып-сұлп әбігерге түсіп, еш тыным таппайды. Бастықтың үйінің суымен кіріп, күлімен шыққандары үшін бақытты. Бұлардан өзге бүгінде байдалы шалдың үйіне бұрынғыдай баса көктеп ешкім кіреде алмайды. Тек сырттай қызығып, сырттай тамсанып, сырттай телміріп қана өтеді тұсынан. Бізде міне үй үргесіне кеп, майға піскен бауырсақтың аңқыған тәтті иісі есімізден тандыра жаздап манаурап тұрмыз. Танауларымызды қос-қостап тарта түсіп, сілекейімізді жұтынып қойып, бір-бірімізге күлімсірей қараймыз. Бауырсақ пісіріп жатыр, қандай тәтті иісі. Сәскеге қарай әжептәуір көтерілген күн, жал-жал қардың арасынан төбелері қарайған, әрқайсының төңірегінде қыбыр-қыбыр тіршіліктері бар. Жадау-жүдеу үйлерге немкетті салқын ғана қарап, бар ықыласын іргесінде біз тұрған байдалы шалдың үйіне арнаған сияқты. Анау үйлерден жоқшылықтың, жетім-жесірліктің қаралы ызғары азынаса, ал мына үйде жайма шуақ тәтті қуаныштың лебі еседі. Әлгіндегі мал суғаруға кеткен фрицida келе жатыр екен. Біздерді көріп, анадайдан даурыға, анау туманың арғы жағындағы кішкене сайда арам өлген өгіздердің өлекселеріне үймелеген қарғалар құж-құж етеді, деді ендіге сөйлеп. Онан қасымызға таяп келген: «Неге елікпейсіңдер, ұқпай тұрсыңдар ма?» дегендей әрқайсымызға бір қараған. «Қалың қарғалар, атуға бармайсыңдар ма?» Біз: «Тыныштығымызды бұзба» дегендей оған үнсіз көз тастап,
тым-тырыстана қалғанбыз. Шіркін, осындайда тәтті иіс болады екен-ау. Әй, пірсіп, о жайрағыр, анау малдарға шөп салмайсың ба? Деп сұңқылдаған Үмпияның даусы дәл құлағымыздың түбінен естілді. Сөйткенше болған жоқ. Үпия үйдің біз тұрған іргесіне қарай шыға келген. Басында әппақ қардай кимешек, екі жағымен маңдайына әдемілеп кәнуа тіккен. Үстінде өңіріне неше түрлі тана түймелер, күміс тиындар таққан, көк пүліш камзол, сары атлас көйлегінің етегі жер сызады. Әй, сендер неғып тұрсыңдар бұл жерде? Деді дәл ұрлығымыздың үстінен түскендей. Біз сасып қалдық. Біз жай Әбілтайды күтіп тұрмыз. Немене, оны қасқыр жейді деп едіңдер? Оны сей, үйдің іргесіне кеп топырлағандары, аулақ, анау көшеде тұрып күтіңдер, деп зіркілдеп ұрсып қуып тастады. Біз амал жоқ, үй іргесінен аулақтап, көшенің ортасына шығып тұрдық. Айтып ем ғой, бауырсақ бермейді, деді Отто. Бермесе қойсын, бауырсақ жемесек те өлмеспіз, тек Әбілдайдың шыққанын күтейік, деді Петька. Осылайша бауырсақ жеуден күдер үзіп тұрғанымызда бүкіл ауылды жаңғырықтыра «Қанат, қанат!» деп аттандай айқайлап шақырған дауыс мені селк еткізді. Дауыс шыққан ойға қарай жалт қарағам. Мал қора жақтан Қыдырман Тойтықтың інісі Нәдірман келе жатыр. Бүкіл ауылды басына көтере айқайлайды. Өзі менімен жасты болса да, алды артына қарамайтын, әңгүтік мінезді болатын. Қазірде жау шапқандай аттандап келеді. Анадайда мені көре сап: «Әй, Қанат, қайда жүрсің? Кел бері», деді бұйырған үнмен. Өзі көшенің ортасына тоқтап, мен қасына барғанымша күтіп тұрды. «Әй, сені Қыдырман көкем мал қораға тез жетсін деді. Қоғалы бұлақ жаққа шөпке барады екен, соған бірге ала кетем дейді. Әнеу күнгі Назира әпкемнің Қыдырма мен Зибашқа Қоғалы бұлақ жаққа барсаңдар, біздің шөбімізді жеткізіп бергейсіңдер», деген тілегі есіме түсіп, мен дереу мал қора жаққа қарай жүгірдім. «Әй, Қанат», деді Нәдірман мені тоқтатып, «алдыңдағы садағыңды маған қалдырып кет». Нәдірманның ожар мінезін білетін, мен екі ұшты ойда тұрғам. «Өй, садағыңды жей қоймаймын, шөптен келген соң аласың ғой», деп кеп мойнымнан жұлып алғандай болды. «Оқтарыңды да қалдыр, байқа, оқтарымның ұшы өткір, біреуді атып ап жүрме. Егер жыныма тиетіндер болса ата салам», деді Нәдірман екіленіп. «Қой, садақпен кісі атуға болмайды. Жай айтам, қалжыңым ғой», деп мәз бола күлді ол. Сөйтіп, Қоғалы бұлаққа шөпке бара жатқан Қыдырма мен Зибаш Назира әпкеме берген уәделерінде тұрып, мені өздерімен бірге ала жүрген. Әлі таптаурын бола қоймаған, жол ауыр екен. Жазда 2-3 сағатта барып қайтатын жерге түске қарай малтығып әзер жеттік. Зибашты шанасымен осында біраз күн бұрын Махмұт пен Манар бұзған бергі шеттегі маяның түбіне қалдырып, Қыдырман екеуміз бұлақтың жарлауыт қабағын жағалап, тұғылға түсе берістегі біздің шөпке қарай жол аштық. Жазда Назира әпкем екеуміз жинағанымызда кішігірім маядай көрінген шошағымызды қалың қар төбесіне дейін сіріп бүркеп тастапты. Айдалада адасып отырып қалған жетім баладай көзге әзер шалынады. Әпкем екеуміз күнделікті таңғы алау күмнен тұрып, бірер сағат қол шалғымен бір ай бойы шауып едік. Бұлақтың төңірегіндегі жырым-жырым боп тарамданған құлама жырларға өскен, қалың шалғын таңға жуық, шыққа бөгіп жататын жапырақтар мен гүлдердің бүршіктеріне қонақтаған мөп-мөлдір моншақ тамшылар тиіп кетсең сау-сау ететін. Сондайда жылы төсектен жаңа ғана тұрған өне бойыңды балғын леп тітрентіп, дірілдетіп жіберуші еді. Шалғыны біраз құлаштай тартып, бойың жылына бастаған кезде балғын шалғыннан қышқылтым қошқылы ес бұрқырай бастайтын. Бүкіл тынысың, көкірегің содан жарылып кетердей болатын. Қазір Қыдырман әуелі шошақтың төбесіндегі қарды күрекпен опыра ойып аударып тастап,
Онан кейін 6 айырлы ашасын бойлата сұғып, судыраған құрғақ шөпті аудара көтерген кезде жаздан бері тұншығып, бұғып жатқан көк шалғынның құп-құрғақ ашулы иісі кеңсіргімізді жарып жіберердей бұрқырай жөнелді. Апшқи, апшқи, пах-пах, шіркін. Мойындары салбырап, сүмірейіп тұрған өгіздерде шыдай алмай, мойын тұрықтарынан бұлқына тартынып, шөпке қарай тұмсықтарын өзеурей созған. Жә, қанаттың азғантай шөбіне көз алартпаңдар-ей, деп қойды. Қозғалақтаған шананың үстінде көтерген шөбімен құлап қала жаздаған Қыдырман. Аяғының тойтықтығына қарамастан, Қыдырман өте қайрат екен. Әне міне дегенше шошақты ойсыратып жіберді. Шамамның келгенінше мен де екінші бүйірден тиюге кіріскем. Жаздағы өзім орып, өзім жиған шөптің әр талшығы таныс сияқты. Қайсын қай жырадан орғаныма дейін білетін сияқтымын. Сондықтан шашау шырғағым келмейді. Ал Қыдырман болса, алды артына қарамай, опырта істегендіктен қаншама шөпті жерге түсіріп шашып, ысырап қып тұрған сияқты. Секіріп жерге түсіп, сол шашылған шөптерді жинаймын. Шошақтың жартысына жуығы тиелген соң, Қыдырман бір жолға осыда жетеді, деді жарты шанадан аздау шөпті үстінен жаймалай тұрып. Ендігісін тағы бір келгенімде жеткізіп берем. Әйтпесе, әлгі байдалы қақпас көріп қалса, колхоздың малы ашығып жатқанда, жеке меншіктің шөбін тартып жүрсің деп пәле қылады. Онысы да рас, басқаны білмесек те, байдалыны білеміз ғой. Мақұл, мұнан соң әлгінде Зибашты шанасымен қалдырып кеткен Маяға қайтып келдік. Қыдырманның біз қайтып оралғанша демала тұр дегеніне қарамастан, Зибаш өз шанасына әжеп тәуір шөп тиеп қойыпты. Туу, жаңа айтып ем ғой, демалсаңшы деп, деген Қыдырман оған ұрса сөйлеп. Қойшы, босқадан босқа қалай отырмақпын, деді Зибаш күліп. Қыдырман енді Маяның үстіне шығып, жердегі шаналарға жоғарыдан жойқын күшпен шөптен қопара аударып тиюге кірісті. Біз Зибаш екеуміз екі шананың үстінде тұрып, ол аударып тастаған шөпті жаймалап үлгере алар емеспіз. Шамаларың жетпесе, онша қиналмаңдар, артынан мен өзім жаймалаймын ғой, деп қояды Қыдырман. Онан Зибашқа арнайы, сен онша зорланбасаңшы, демалсаңшы, дейді. Зорланып тұрған жоқпын, дейді Зибаш ерке үнмен. Құрғақ шөп жеңіл ғой, біраз қимылдап тершігендікі болу керек. Зибаш өрттей боп, қызарып тіпті әдемі боп кетті. Күлкі ойнаған көзі жалт-жұлт етіп, сөйлеген, езу тартқан кездерде әппақ тістері жарқырай көрінеді. Бір кезде Зибаш шөп түсіп кеткен болу керек, көзін уқалап тұрып қалған. Не болды? Деді Маяның үстіндегі Қыдырман тойтық елең етіп. Көзіме, ойпырай, ертегі аңыздардағы жолбарыстай атылып деген осындай-ақ болар. Сонау Маяның үстінде тұрған Қыдырман қас қағым сәтте бірақ орғып, Зибаштың алдына кеп дік кете түсті ғой. Тіпті аяғының тойтық екенін ұмытып кеткен. Тұра тұр, қолыңды тегізбе, деп есі кете елпелектей тұрып, Зибаштың көзіне түскен шөпті тілімен жалап шығарды. Туу, көзің қызарып кетті ғой, міне, көзіңе түскен мынау қылтанақ, деді тілінің ұшымен алған шөпті көрсетіп. Тікенше қадалып еді. Тікенбей өзі, немене? Тікен сияқты. Әлі ауырып тұрма? Қойды, деді Зибаш қызара жасаураған көзін жыпылықтата тұрып. Онан соң Қыдырманға еркелегендей күле қарады. Осың бәрін қайдан білесің? Нені? Көзге түскен шөпті тіліңмен жалап шығарғанды. Білем ғой, деп Қыдырманда күліп, теріс айналып кетті. Құдай-ау, осыны да көп көрер ме екенсің, деген Зибаш әлі де көзінен сорғалаған жасын тыя алмай тұр. Маяға өрмелеп бара жатқан Қыдырман кейін қарай жалт бұрылды. Саған осындай сөзді айтпашы деп талай ескерттім ғой, деді. Сенен де айырылып қаламын ба деп қорқам. Қорықпа, деді Қыдырман көңілдене сөйлеп. Ол жағынан қорықпа, айырылып қалам деп емес,
осы тойтықтан құтыла алмаймын-ау деп қорық. Солай ма Қанат деп маған қарап, көзін қысып қойды. Әйел деген осыда қит етсе, көз жастары дайын тұрады. Осы сәтте қыдырма маған кереметтей әдемі, сұлу жігіт боп көрінді. Ат жақты, ақ сұр өңі, күлімсірей қараған қысыңқы көзі, қалың қабағы, дөңестене біткен үлкен мұрны, нағыз ерге лайық, айбынды кескін келбет екен ғой. Ой, Аллай, осы уақытқа дейін қалай байқамай жүргенмін. Кейін өскенімде осындай болсам дейтін жігіт қой мынау. Назира әпкемдер мұны неге мазақтайды екен? О, мазақтайтын емес, қызығатын, ғашық болатын жігіт қой. Сол Назира әпкем, сол Нұрбике, сол үміттер кезінде мазақтап жыртың күлгендерінше мұның нағыз ер келбетті жігіт екенін аңғарулары керек еді ғой. Енді міне Зибаш иемденіп алған. Зибаштың қазір оған елжірей қарап, ғашық боп тұрғанына мен әбден сенем. Әне, ол маяның үстіне көтерілді. Төмендегі біздерге күлімсірей қарап, ашасын қолына алды да, шөптен қопара көтеріп, екі шанаға кезек-кезек құлаштай лақтыра бастады. Шіркін, мен қашан осы қыдырмандай болар екем. Мейлі, тіпті тойтық болуға да бармын. Тек тезірек ер жетіп, жігіт боп, осы қыдырмандай болсам, шіркін, мұндай күшті бірінші көруім. 6 айырлы ашасын 6 ай қыстан тығыздалып басылып, киіздей боп жатқан шөпке бойлата сұғып, одан үй орнындай ғып, қопара көтеріп ап, қайқайта тұрып, шананың үстіне гүрс еткізіп тастаған кезде жер солқылдағандай болады. Зибаш екеуміз жаймаламақ түгілі шөптің астында бастырып қала жаздаймыз. Сөйтіп, екі шананы да қайқита тиеп болған кезде дәу маяның да бір жартысы опырып ортайып қалған еді. Түс ауа ауылға бет бұрғанбыз. Мен алдыңғы қыдырманың шанасында жалғызбын да, ол өзі кейінгі Зибаштың шанасына отырған. Күн жылына, қары жантақтала бастаған көпсік жолда өгіздер аяқтарын санап басқандай, зорға адымдап, жон арқалары, сауырлары бірде созылғандай, бірде жиырылғандай, мықшия тырмысып, әзер тартып келеді. Әлгіндегі шөп деген кездегі терім біртіндеп басылып, бойым тоңази бастаған соң, бастырықтың үстінен отыруға жайлы болсын деп, салынған бос шөпке үңгей кіріп, шалқалай жатқам. Қысқа аспан бұлыңғыр, кірпік қақпай ұзақ қарасаң, көзіңді бұлдыратады. Осы аспанның төбесі тиіп тірелетін жері бар ма екен? Ал төбесі бар болса, оның ар жағында не бар екен? Бірнеше күн толассыз боран соққан кезде әжем жарықтық, аспанның тесігі ашылып кеткен бе? дейді. Демек, аспанның тесігі бар да, оның арғы жағында аңырап соғып тұратын бораны бар. Ал жағрапия пәнінен Әнипа апайымыздың түсіндіруінше, аспан деген түбі жоқ тұңғиық кеңістік, ешбір шегі жоқ, дейді. Ал жеке менің өзіме салса, сол түпсіз, шексіз дегенге онша түсіне де алмаймын, сене де қоймаймын. Маған со әжемнің айтқанының жаны бар сияқты көрінеді. Дүниедегі заттың бәрі көзге көрінетін, қолмен ұстайтындай болуы керек қой. Ал олай болмаған күнде сенуге болмайды. Боран соғады, тау бар, тас бар, дала бар, қар бар, шана бар, шөп бар, су бар, нан бар. Осы тұста жүрегім сазып, іші бауырым біртүрлі төмен тартып, жаман боп талықсып кетті. Қарнымның ашқанын қанша еске алмайын десем де, ұры мысықтай ішімді тырналай жөнелді. Жоқ, тамақты ойламау керек. Әне, кең аспанды қарашы. Осыны шексіз дейді, тұңғиық дейді. Сонда ол қалай шексіз болады? Әйтеуір бір жерде, тіпті сонау көзге көрінбейтіннің арғы жағындағы шексіздікте де, төптің түбінде бір шек болады ғой. Оны жаңағы жағрапия пәні де білмейтін тұста шығар. Өстіп ұйқылы ояу күйде маужырап жатқам. Қыдырманың қарқылдаған күлкісінен оянып кеткендей болдым. Қойдым, айналайын.
дейді күлкісін тыя алмай жалына сөйлеп. Жоқ, сен бәрібір қоймайсың, дейді сыңғырлаған Зибаштың үні. Басымды көтеріп кейін бұрылсам, Қыдырман шалқалаған күйде, қол аяғын ербеңдетіп, күлкіге түйіліп, бұлқына тулап жатыр да, Зибаш оның үстінен төне түсіп, қыдықтап отыр екен. Қыдырманның қарқылдағаны бүкіл даланы жаңғырықтырып тұр. Қойдым, деп өлердегі сөзін айтады. Ал Зибаш өзі де сықылықтай күліп, Қыдырманның омырауына қолын тығып өршілене түседі. Ақыры қытықтан қашқан Қыдырман тулай дөңбекшіп барып, шанадан домалап түскен. Жол шетіндегі қалың қарға оңқа-шоңқа болды. Сонда да күлкісін тыя алар емес. Бөксесіне дейін батқан қалың қардан үйелеп қалғандай тұра алмай жатып, қоймаймын, деп қарқылдай күледі. Зибаш шанадан секіре түсіп, енді Қыдырманды сол қарға батып жатқан жерінен үстінен бас салуға ұмтылған. Қыдырман жан дәрмен ұшып тұрып, қаша жөнелген, бірақ тойтық аяғымен қайда барсын. Зибаш оны қия бастырмастан қуып жетіп, бар салмағымен жігіттің мойнынан асыла құшақтай алған. Екеуі де сол сықылықтаса күлген бойлары омбы қарға ұмар-жұмар құлады. Лып етіп ұшып тұрған Зибаш жігіттің мойны қойнына қарды тықпалап жіберді де өзі қаша жөнелді. О, деген Қыдырман қисалаңдай тұрып еңкейіп, қойнына тығылған қарды еңкейіп қағып, тыржалаңдай күліп, біраз тұрды да, ондайда қатқақ қардың үстінде бұған көлденеңдей сес көрсетіп ойнақшып тұрған Зибашты қуып берген. Міне қызық, жүгіре алмайды деген тойтық Қыдырманым түлкідей бұлаңдаған келіншекті аттатпастан лезде қуып жетіп, бас салды да, күректе алақанымен жерден қарды көсіп іліп ап, келіншектің мойнына салған. Зибаш, «Ей!» деп шыңғыра секіріп, екеуі қар үстіне қайта құлады. Қыдырманның қарқ-қарқ күлкісі, Зибаштың еркелей шыңғырғаны, одан сықылықтап күлгені, бұл дүниеде торығу барын, мұңаю барын мүлде ұмыттырғандай, дөңес боп мелшиіп жатқан қысқы далада енді сылқ-сылқ күліп жатқан сияқты. Бірі тұра қашады, екіншісі тұра қуады. Одан қалың қарға ұмар-жұмар қайта құлайды. Шаршау деген ойларына да келер емес. Екі беттері нарттай боп қызарып, жүздері балбұл шайнайды. Екеуі де ерекше құлпырып, сұлуланып кеткен. Қыдырман, дейді Зибаш, қасында жүрген тойтықтан адасып қалғандай шырқырай дауыстап. Зибаш, дейді Қыдырман да даланы басына көтере айқайлап. Мен бақыттымын, мен де бақыттымын. Шананың үстінде отырып, мен күлем. Үлкен адамдар да ақмақ боп кетеді екен-ау деймін. Ал іштей екеуінің осы қылықтарына қызыға қараймын. Расында да, жаңағы өздері айқайлап айтқандай, бақытты болған соң осылай шығар. Бірауы қарнымның ашқанында ұмытып кетіппін. Тек ауылдың қарасы көрініп, мұржаларынан жарыса көтерілген көк шудақ түтіндерге көзім түскенде ғана ертеден бері аш екенімді есіме алдым. Осы кезде Зибаш та, бәлі, мына қанатты байқамаппыз да ғой, деді мені енді ғана көргендей көзі шарасынан шыға. Қанат, сен бізге күліп отырған шығарсың, деді Қыдырман да. Ұят-ай, ұят болды ғой, деді Зибаш қызара тершіген бетін сүрте тұрып. Қанатай, айналайын, сен біздің мұнымызды ешкімге айта көрме, бала құсап кетіппіз ғой. Қыдырман әуелі Зибашты көтеріп шанасына отырғызды да, өзі кеп менің қасыма өз шанасына шығып отырды. Қалай ішің пысқан жоқ па? Өңі жақыннан тіпті әдемі, елжіреп тұрған жылы еді. Мен Зибаштың мұны жайдан-жай ұнатпағанын енді ұққандаймын. Мал қораның алдына кеп тоқтағанымызда байдалы шал бастаған сиыршы малшы шал шақпыт бір топ адам қарсы алдымыздан шыққан. Орталарында дөңгелек көк бөрікті, қара пальто киген, күжіреген бір бейтаныс адам бар. Ауданнан келгені айтпай-ақ көрініп тұр. Әлтаев, кеп қапты ғой, деді Қыдырман. Иә, ортада тұрған
Шолаққол өкіл Әлтаев жолдас еді. Бәрі біздің жолымызға қарап күтіп тұрған сияқты. Қанат, сен қазір шанадан түсте, үйіңе қайта бер. Шөбіңді өзім артыңнан жеткізіп берем, деді қыдырма маған сыбырлай сөйлеп. Әйтпесе мыналардың көзінше әкете алмаймыз. Мақұл, дедім мен, жағдайды ол айтпаса да жақсы түсініп. Байдалы шал топтан озыңқырап шығып, әй, тойтық, мына тұрған жерге сонша жоғалып қайда жүрсің, деген. Түлкі қудық, деді қыдырман жайбарақат үнмен. Не дейді? Түлкі қудық деймін. Жә, бос қалжақты қайтесің, деді байдалы шал зекіре сөйлеп. Онан соң малшы, сиыршы шалдарға бұрылып, сендер мына екі шананың шөбін түсіруге қыдырманға көмектесіңдер, деді бұйырып. Ал Зибаш шырағым, біз Әлтаев жолдас екеуміз сені күтіп тұрмыз, сөйлесетін сөз бар, деді жұмсақ үнмен. Зибаш бір жаққа қыдырманға жалтақтап бірер қарады да, енді қайтейін, менде ерік барма дегендей шарасыздықпен шанасынан сырғи түсіп, байдалы шал мен Шолаққол өкілдің алдына барған. Шолаққол өкіл оған күлімсірей қарап, сау қолын беріп амандасты. Туу, қолыңыз тоңып қапты ғой, деген. Зибаш ұялшақтап, теріс қарап, үндеген жоқ. Бізде шанадан түскенбіз. Қабағы жабылып, тұнжырап кеткен қыдырман шөп бастырықтың бір басын ызалана кеп шешіп оқыс босатып жіберген. Шіреп тұрған бастырық қатты серпіліп барып, байдалы шалдың иығын жанап барып, дәл арт жағына ұшып түскен. Ой, тойтық неме, кісі өлтірейін деп пең, абайламайсың ба, деді байдалы шал ақырып. Шананың іргесінде тұрмай, аулақ барып сөйлеспейсіңдер ме, деді қыдырманда қиястанып. Онан соң өз қылығына өзі риза болғандай маған қарап көзін қысып қойды да, үйіңе қайта бер дегендей ымдады. Мен үйге қайтқам. Қарнымның қатты ашып, әлсірегенімді енді сезіп, аттаған адымым кейін кетіп қиқалақтап келе жатқанымда жолда Петька кездесті. Есіл дертім тамақ боп келе жатқан мен оған ертеңгісін Әбілтайдың арқасында бауырсаққа бір тойған шығарсыңдар, дегем. Әбілтайдың арқасында дейсің бе, деп күлді Петька сирек тістерін Әбілтайдан көк көзі күлімдеп. Сабақты дұрыстап оқи алмайтын сол Әбілтайдан не шығушы еді, деді. Рас, бауырсақ жедік, бірақ Әбілтайдың арқасында емес. Мен кеткен соң, сәлден кейін байдалы шал Әбілтайды желкесінен түйгіштеп қуып шығыпты үйінен. Сөйтсе, байдалы шалдың оқытпақ болған қағазы жаңаша мен ескі латын әріптері араластырып жазылған екен. Соны Әбілтай оқи алмапты. Түк шықпайтын, адам болмайтын арам тамақ неме, депті байдалы шал. Онан соң есінің алдында отын бұтап жүрген атқарушы Ысқақ шалға, қайтсең де анау санатты барып алып кел, деп бұйырыпты. Содан Ысқақ шал санаттың атасына барып айтып, санаттың өзіне жалынып жүріп, ақыры атқа алдына мінгізіп әкетті. Ал санат болса, әскерден келген хаттарды оқи жүріп, латын әріптерінде жақсы танып алған емес пе? Байдалы шалдың әлгі қағазы мүдірместен судыратып оқып беріпті. Сөйтіп, санаттың арқасында үш-үштен бауырсақ жедік. Тәтті болғанда тәтті, деді Петька. Ертеңгісінгі жеген бауырсақтың дәмі таңдайында әлі де тұрғандай тамсана тұрып. Қап, шөпке бармағанда менде жейтін едім-ау, дедім іштей өкініп. Үйге кеп, әжеме шөпті біраздан кейін Қыдырманның өзі әкеледі дедім. Бірақ Қыдырман шөпті әкелген жоқ. Кешкілік, іңір кезінде шайқалақтай басып өзі келді. Мен мал қоралап сыртта жүргем. Қалай, Қанатай, шаршамапсың ба, деген. Мен басымды шайқадым. Шөпке барған жолымыз, оны тиегеніміз, оның қайтардағы Зибаш пен Қыдырманның бала құсап ойнағандары бәрі есіме түсіп, еріксіз күлдім. Өте көңілді барып қайттық қой, дедім ризалығымды білдіріп. Ендігі барғандарыңда мені тағы да бірге ала жүрсеңдерші. Әй, енді өйтіп бара алмайтын шығармыз, деді Қыдырман күрсініп. Неге дерің бар ма? Қанатай, әзәзілдер
жолымызды бұзғалы тұр ғой. Әлгіндегі шолақ қол өкілдің Зибашқа күле қарағаны, сау қолын беріп, өбектеп кеп амандасқаны, байдалы шалдың әлдеқандай боп балпаңдап Қыдырманға қоңырақтағаны тегін болмады ғой. Бір түрлі әлденеден секем алғандай, жақсы бір нәрсемнен айырылып қалатындай көңілім құлазыңқырап қалды. «Жә, оларды да көріп алармыз», деді Қыдырман мені жұбатып, әлде кімдерге кіжінгендей тіктене сөйлеп. «Олардың дегені бола қоймас, әжең қайда?» Онан соң үйге кіріп, әжемнен кешірім сұрай тұрып, өкілмен байдалы қадалып қарап тұрған соң, шананың астыңғы жағындағы біздің шөпті де амалсыз колхоздың мал қорасының төбесіне шығарғанын айтты. «Сіздердің шөпті белгілеп бөлек жинап қойдым. Бірер күнде ретін тауып түсіріп берем әже», деген. Бірақ Қыдырман солай деп уәде бергенімен де біздің сол шөбіміз ақыры өзімізге бұйырмады. Жалғасы бар. Әңгіме ұнап жатса, лайк басып комментария қалдырып отырамыз.